Көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Менің де көңіл күйім жақсы. Рахмет. Қазір балалар бізде математика сабағынан ашық сабақ. Барлығымыз жақсы қатысып отырайық. Бірдей жақсы отырамыз да. Балалар, сабақты бастамас бұрын біз әрқашан не істейміз? Миға шабуыл жасаймыз. Олай болатын болса, бүгін мен сіздерге дарынсыз отырамыз. Осындай нейрожаттығу алып келдім. Екі саусақпен жүріп отырып, шапалақтаған кезде орнымызды ауыстырамыз. Түсінікті ме? Яғни әр топ өзінің ортасында жүріп отырады. Сағат тілімен. Түсінікті ме Бекарыс? Жақсы. Қане орнымыздан тұрайық. Саусақпен жұмыс жасайық. Астынан үстінен жасаймыз саусақпен жұмыс. Зарина. Жасайық. Шапалақтаған кезде орнымызды ауыстырып Жақсы, рахмет балалар. Орнымызға отырайық. Көңіліңіз көтерілді ме балалар? Жақсы. Балалар, сабағымызды бастамақпыз. Топқа бөлейік. Міне менің қолымда сиректе топқа бөлінетін теңге. Осы қазір жерге шебер жасап тұрайық. Үлкен шебер жасайық. Шығарып алып көрейік. Тез. Бегар. Ұстаймыз қолымызға. Тез. Ұстаймыз. Кәне шабы қалай өлі? Кәне жақсы. Балалар менің қолымда теңге. Осы 100 теңге және 20-50 теңге шашып алып келдім. Осы шашуды тек біреуін ғана алып, сол теңге бойынша топқа бөлінеміз. Түсінікті ғой? 20 теңге бірінші топ, 50 теңге екінші топ, үшінші теңге 100 теңге. Түсінікті ме? Ал шашу жинайды. Біреуден ғана аламыз балалар. Біреуден ғана аламыз. Жаңа заңға қайда барамыз? Тек отыра аламыз. 100 теңге болса, мына жерге отырамыз. 20 теңге, мына бірінші пасаға отырамыз. 100 теңге, иә. 50 теңге, екінші теңге. Дәртерімізді алып отыра аламыз. Балалар, біз қазір тапсырма өтеміз. Әр тапсырма, үй тапсырмасы, және белгілі жаңа тақырыптар бар. Сол кезде смартфон арқылы, Мүслім заңға смартфон арқылы бағалаймыз бір-бірімізді. Мына жерде балалар өздерінің аты жөндерін, қай пән, сосын қандай тапсырмалар берілді, үй тапсырмасынан және 1, 2, 3 тапсырмадан 1 балл ретінде қойып отырасыңдар. Түсінікті ғой? Түсінікті ме? Жақсы. Бекар сүріп отыр. Әрқайсың
bir-birinden alındı. Bir-birlerine verildi. İyi tavsırmasın. Hakikat және жалған ойынмен ойнаймыз. Al tақтаға қарайық балалар. Tақтаға қараймыз. Кім? Бегарыз. 32 bölü 8 tem 5. Жалған. 32 bölü 8 neşe? 40. Doğru sayfasında. Көбейтудің компоненттері. Көбейткіш, көбейтіндінің мәні. Ақиқатқа қалған. Кәне кім көбейтудің компоненттерін айтады? Кәне тек заңғар. Көбейтудің мәні. Өте жақсы. Ары қарай. Бөлудің компоненттері. Бөлгіш, бөлінгіш, бөліндінің мәні. Кәнекей, бөлудің компоненттері кім айтады? Бірінші қайсы болады? Бөлінгіш болады, я? Жақсы. Ары қарай. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Өте жақсы. Санды бірге бөлгенде сол санды өзі шығады. Өте жақсы. 5 көбейту 9 тең 48. 5 көбейту 9 неше? 45.